мектебі шағын жинақты мектеп 2003 жылы ғимарат берілді. 2019-20 оқу жылында күрделі жөндеу жұмыстарынан өтті. Қазіргі уақытта мектепте оқушыларға, ұстаздарға барлық жағынан жақсы жағдай жасалды. Мен осы мектепте жұмыс жасағаныма 30 жылдан асты. Мұғалім болып бастадым. Одан кейін тәрбие ісі орынбасары және директорлық қызмет. Қазіргі уақытта директорлық қызметті атқарып жатқаныма 10 жыл болды. Есімі Шегирова Амина Бөкенбайқызы. Ақтау орта мектебі ремонт жасалғаны мектептің берілген жылы 2003 жылы. Ауылдық жердегі шағын жинақты мектеп. Оқушы саны 180-нің аралығында. Бұл жерде өте мықты потенциалды мұғалімдер жұмыс жасайды. Сондықтан мектептің жетістіктері өте жоғары деңгейде. Біздің негізгі шығармашылық тақырыбымыз, мақсатымыз біздің ауылдық мектепті бітірген оқушы 100% мемлекеттік грантты иеленіп, жоғары оқу орындарына түсу. Мектебімізде дәстүрлі оқуға құштар мектеп жобасы жүзеге асырылады. Бұл жобаның басталғанына 3-4 жыл болды. Негізгі біз жылда осы арнайы бұрышта мектепте жылда кітаптардың аттары өзгертіліп, оқушыларға жылдың басында, оқу жылының басында ұсынылады кітаптар. Әр сыныптардың несі бойынша бөлекше ұсынылады. Бұндағы мақсат оқушылардың кітапты оқуға деген қызығушылығын арттыру. Және біз мектеп түлектері жұмақ түлек жобасы аясында барлық үздік оқырман осы оқуға құштар мектеп жобасы аясында өткізіліп жатқан байқауға қатысып, осында сертификаттарды оқушылар иеленеді. Бұндағы мақсат тағы да оқуға, мектептегі оқушылардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру. Бұған негізінен демеушілік жасап отырған осы мектептің түлектері. Мектеп кітапханасы барлық оқушыларға жағдай жасалған. Мектеп оқулықпен толық қамтамасыз етілген. Әдеби, көркем әдебиеттер кітаптарының барлық жинақтары толық жеткілікті. Мектеп ішінде оқушылар залы, кітап оқуға бір мүмкіндіктер жасалған. Оқушылар кез келген уақытта кітапханадан кітаптарды алды. Және біздің бар байқағанымыз осы оқуға құштар мектеп жобасы аясында оқушылардың кітап алу, кітап оқуға деген құлшыныстары салыстырмалы түрде біршама артқанын көріп отырмыз. Мектеп ішінде оқушыларға өздерінің қолайлы жағдайда сезіну үшін жақсы жағдай жасалған. Бұл жерде оқушылардың жайлы отырып, және бізде қабырғада электронды кітапхана орналасқан. Бұл жерлерде де кітап қолжетімді ретінде балаларға қойылған. Үзіліс уақыттарында балалар шахматпен, тоғызқұмалақ ойындарын ойнауға мүмкіндіктер жасалған. Оқушылардың ғылыми жұмыстары, өздерінің жасап шыққан жобалар, проекттары, көлме-көлдің жоба макеті, арнайы сметалық құжаттар жасақталып жатыр. Облыстық байқауларға қатысып, менің кіші отаным байқау бойынша оқушыларымыз жоғары дәрежелі дипломдармен марапатталды. Біздегі Сарысудың Швейцариясы аталатын Ақтоғайдың аузы, бұның да макеті жасалып, осы жерді экотуризмді дамытатын аймаққа айналдыру бағытында Олжатай Ернардың жұмысы. Бұл ғылыми жоба проэко-экологиялық жобалар жобасына қатысып, жүлделі екінші дәрежелі дипломды республикалық байқаудан жеңіп алды. Табысты мектеп жобасы бойынша біздің мектептің негізгі потенциалының жоғары болуы тікелей мұғалімдерге байланысты. Яғни кадрлар өте жоғары деңгейде болуы тиіс. Біздің жылдағы ұбт-дағы өзіміздің мақсатымыз алдымызға қойып отырған оқушыларымыздың барлығы 70-80%, 90%-ға шейін грант иеленіп, жоғары нәтиже көрсетіп, ауданда алдыңғы орындарда көрініп отырмыз. Осы тікелей ұжымның командалық жұмысына байланысты. 22 жылы облыстық шағын жинақты мектептер аралығында үздік шағын жинақты мектеп номинациясын жеңіп, 1 миллион сертификатын иеленді. Бұның өзі осы ұжымдағы мықты пән мұғалімдерінің еңбегінің арқасы деп ойлаймын. Биылғы жылы біз өзіміз мақсатымызға қойып жүрген алдымыздағы
Біздің ауылдың мектебінің баласы 100% мемлекеттік грантты жеңіп алса деген мақсатымызға жеттік. Биыл бізде 8 түлек бітірді. Сол 8 түлектің 3-еуі өзі алтын белгі бітірді, және 8-і де мемлекеттік грантты жеңіп алды. Біздің мамандық таңдау бағыты бойынша жүргізген жұмыстарымыздың арқасы болу керек. Осы оқушыларымыздың 5-еуі мұғалімдік мамандықты таңдап отыр, және сол бағытта оқып жатыр қазіргі уақытта. Оның ішінде 3-еуі физика, математиканы таңдап отыр. Бұл дегеніміз қазір біздің республикада жетіспей жатқан мамандар, қазіргі кезде педагог мамандар, математика, физика өте тапшы болып жатқан. Сондықтан біз бұл бағытта жақсы жұмыс жасай алдық деп ойлаймыз. Оқушы түлектеріміз осы мамандықтарды қазіргі уақытта меңгеріп жатыр. Мектептің потенциалы өте жоғары болған себебі бізде қазір 32 мұғалім жұмыс атқарады. Сол 32 мұғалімнің 16 мұғалім зерттеуші, сарапшы, модераторлар да бар. Және жылдағы аттестация өз уақытымен, мұғалімдер өздерінің 5 жылдық уақыттарында, тура дәл уақыттарында өздерінің категорияларын бірте-бірте жоғарылатып отыр. Бұның өзі қуанышты жағдай, бұл мектептің потенциалын жоғарылататын жағдай. Мұғалімдеріміз де, оқушыларымыз да барлық байқауларда, пәндік олимпиадаларда, ауылдық жерлерде жүріп жататын мың бала олимпиадасында былтыр біздің оқушымыз жеңімпаз атанды. Бірақ ауылдық мектепте оқуды қалағандықтан ол қайтадан осы ауылдық мектепте оқып жатыр. Негізінде мектепте табысты мектеп болу, саладағы жұмыстың барлығын басын біріктіру, ол енді шынымен де директорға байланысты. Ол жерде ата-ана, оқушы, ұстаздың ортасындағы үш топтың байланысы мықты болу керек. Үшеуінің ортасында бір мақсатқа бағытталған жұмыс жақсы болған жағдайда жетістікке, табысқа жетеміз деп ойлаймыз. Және біз осы мектепте, осы бағытта ұжымның бірігуінің арқасында, командалық жұмыстың дұрыс жүйеге қойылуының салдарынан біздің жетістіктеріміз де жоғарылап, табысты мектепке айналып келе жатырмыз деп ойлаймын. Exploring Silk Road. Border protected exploring Silk Road. Oke, udah, isi. Apa bisa